күн, балапандарым. Қайырлы күн, әже. Ал сендер деген 4 түлік малды білесіңдер ме? Я. Айта қойшы маған. Жылқы, сиыр, қой, ешкі, түйе. Ой, жақсы. Сиырдан қандай пайда бар бізге? Айта қой балапаным. Сүт алады. Сосын сүт алады, сосын Сүт алады. Қаймақ, Қаймақ алады, май алады. Жылқыдан қандай пайда бар? Айта қой. Жылқыдан сүтінен қымыз жасайды. Оның етін жейді. Адамдар жылқы көлік болады адамдарға. Ой, дұрыс. Сосын енді қойдың қандай пайдасы бар? Қойдың жүнінен малақай тігеді, нәски тігеді, қолғап, шарф тігеді. Сосын қойдың етін жейді. Ой, жарадым, жақсы балапаным. Енді біздер жүннен жіпке дейінгі жұмыспен сіздерді бүгін мен таныстырамын. Ал жүнді алып бәріміз үшеуміз түтеміз. Ал қане қалай етіп түтеді? Бұлай етіп мен сияқты қылып бәрің түтіңдер жүнді. Жүнді деген әжелер жуады, әуелі тап-таза қылып атпақ қылып, сонан кейін түтеді, әдемілеп түтеміз жүнді. Жүнді түтеміз, жүнді енді не жасаймыз жүнді? Жіп жасаймыз. Жүнді түтеміз. Енді жүнімізді түтіп болғаннан кейін бұны жүнімізді түткеннен кейін бұны біз иіреміз. Мынаның аты не зат? Сендер білесіңдер ме мынау не зат екенін? Бұның аты ұрғы. Ұршық. Сол ұршықпенен біздер деген жіпті иіреміз. Міне қараңдар маған. Мынандай етіп жүнді созасыңдар. Сосын деген бүйтіп бұрайсыңдар мына жерін. Сонан кейін мынау жүн деген иіріледі. Жүнді иіріңдер мынандай етіп. Үйренесіңдер осындай етіп. Әжелер осылай етіп жүнді иіріп, бәрі жіп жасаған. Біз де солай етіп жіп жасаймыз қазір. Ұршықты иіреміз. Иіріп одан не жасаймыз? Жіп жасаймыз. Ал қана созып көріңдерші бәріңдер мынандай. Ой, жіпті сөйтіп тұрғанда мынандай жіп шығады. Ана жіпті жүнді жіңішкелейсіңдер мына жерін. Сонан кейін барып иіресіңдер ұршықты. Иіріп жіп жасаймыз. Жіп жасаймыз. Енді мына иірдіңдер ғой, көрдіңдер ғой ұршықтың қандай екенін. Енді осы өскесін сендер, мамаларың сендердің тоқыма тоқи ма бәрі де? Я. Мынандай жүннен жіпке дейін жасадық. Енді осыдан мамаларым мынандай малақай тоқиды, мынандай шұлық тоқиды, мынандай шарфтар тоқиды мойынға орайтын. Міне, тоқыманы мынандай тоқиды. Ал енді біздер тоқыма тоқимыз. Мынау тоқыма жіппенен. Мұның бәрі мынандай әуелі жүннен кейін жіптен кейін осылай етіп тоқиды. Жіпті тоқимыз осылай етіп. Сонда төрттіліктің пайдасы өте мол екен. Етін жейміз, жүнін пайдаланамыз. Тоқыма тоқиды, одан жіп жасайды. Одан басқа жүннен тағыдан не жасайды? Көрпе жасайды. Мынандай етіп тоқимыз. Тоқуды үйренесіңдер ертең өздерің қытай үлкен болғасын. Жүнмен, инеменен тоқылыңдар. Төрттіліктің пайдасы осындай. Етін жейді, жылқыны көлік қылады, қымызын ішеді. Көлікпенен қазір емес, енді бұрында атарбаменен атқа арба жегіп, онымен қыдырған. Мал баққан атқа мініп